Ну, Қайрат, пожалуйста, бір-екі күн тұра тұрайыншы, сосын көшемі? Не болды соншама? Ема, натуре адамсың да сен. Ема, үйінің айналасын бүйтіп, ауылыңды бүйтіп қоршап бердің. Қайда кетіп қалдың, ей? Мында кел. Қайда кетіп қалды анау? Папаң қайда? Папаң қайда демей саған? Не, сен қуып жатыр ғой мені үйінен. Неблагодарный. Қайдасың не? Қайрат, Қайрат. Бетің айтайын, жетел екенсің нағыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио достар. Бүгін бізді үйімізден қуып жатыр, бірақ ештеңе етпейді. Мен оны үй салып қойдым, қазір тағы да бір нәрсе айтып кетейін. Үйді салып қойдым, мені Қайрат жүр. Қайта айтамын, Гүлнар деп жүрме артынан қуып. Оказывается, Қайрат болып шықты аты, сосын жынданып кетіп мені қуып жатыр. Енді міне ақта мен дейтін видеодан тыс үйді салған болатынмын. Үйді салдым, енді міне мынандай құттай болса да әдемі, кішкене әдемілеуше келген үйді салдым видеодан тыс. Үйін ішін енді обустройт еткен жоқ, мен енді көшейін деп жатырмын. Жаңа ғана бітірдім, салып осыны. Енді келесі бөлімдерде көшетін боламын, бірақ қазір мынау кішкене пустовать етіп тұрады. Ал басқа не қандай өзгерістер болды? Басқа ештеңе өзгерістер болған жоқ, тек қана просто пещерадан келдім, сосын болды. Басқа ештеңе өзгерістер болған жоқ. Ал қазір мына жерге проход жасайық біз. Проход жасайық біріншіден. Кішкене өтетін жер ыңғайлылайық. Сосын үйімді айналдырып шығам. Қазір енді не болып тұрады, былай жауып тастайық. Қазір нені алып кетейік үйден, керекті материалды алып, сол үйімізге проход жасайық. Енді біздің үйімізден қуып жатыр, пеш салып қойдым, неге сол өрте жібересің деп қуып жатыр мені үйден. Енді өкінішке орай кету керек үйден. Так, қатып жатыр ойын. Міне мынандай печка салдым, полуавтоматический. Яғни автоматический, просто полуавтоматический дегенде екі жанына уголь салу керек, сосын жоғарынан мынандай не салу керек, андай мысалы, нені варить ететін нәрсенді соны саласың, ал мында соның бәрі түседі. Енді қазір біз дейтін проход жасаймыз дедік қой, проход жасайық енді жайлап. Так, енді бізге не керек? Бізге қазір бізге қазір намен жасай салайық, артынан дейтін оформить етем өзім. Келесі бөлімдерде достар біз дейтін мына деревнямызды мүмкін арғы сериясына шығар, бірақ менің ойымда бары жителдердің деревнясын дамыту, яғни апдейт жасау, деревняны прокачивать деген сияқты. Сондай апгрейд жасаймыз. Сондықтан достар, келесі бөлімдер қызықты шығады деп ойлаймын. Бірақ енді бүйту керек, біз дейтін енді монтаж жасайын десең, монтаж жасалмаймын. Өткен айтқандай мен компьютерім слабо, әйтпесе монтажды қатырып салатын едім, бірақ өкінішке орай солай болып қалды. Айып етпеңіздер достар. Так, мынақа өтірік болса да ход жасайық. Так, мында бірдеңе бар ма? Мана үй салып едім, соны бәрі кетіп қалды. Қалған заттар ғой, мана 17. Үйімді айналдырып көрсетіп шайын сіздерге. Үйді айналдырып көрсеткен жоқпын. Егер үй ұнаса достар, қалай салатын, мысалы қалай салат Марио деп не жазып жүріңіздер комментарияға. Сосын мен бөлек серия арнаймын мына үйге, бірақ бұл үй толық емес, айтып кетейін. Бұл үйді мен дейтін орыс ютуберінен алғанмын, ютуберінен. Мына екі жанында не болу керек, балкон сияқты бір зат болу керек, бірақ мен оны енді запарился дейді, запарился болғасын, енді өкінішке орай ол екі детальды өзгерттім. Сондықтан егерде қалай салатын керек болса, комментарий жазып жүріңіздер, сосын лайктар басыңыздар. Ал енді біз қазір не істейміз? Бүгінгі серияда так, мен дейтін что-то так қатып жатыр. Мына жақта енді қайта нелер, криперлер не істей берді, спавниться ете берді, соны жаман болып тұр. Енді біз қазір қайда барамыз? Енді жайлап ойластырайық бәрін.
мүмкін қазір пещераға баратын шығармыз, бірақ мында енді бірақ оны не уверенмін. Тек сіздерге үйді көрсетейін деп істегенмін. Ал мүмкін бүгін көшеміз бүгін. Сосын бір деталь бар, үйдің астында мен дейтін скрытый бункер жасаймын, әп-әдемі қылып. Ол дейтін кәдімгідей нөм болу керек бункер дейтін. Ол пландар дейтін болашақта шығатын болады. Қазір біз жайлап не істесек болады. Қазір бір үй салып кетейік. Так. Жігіттерге үй салып көреміз, не істейміз? Так, қазір енді уақыт ешкім көп болады, бірақ қазір қайда баруға болады? Қазір ойластырып көрейік. Шайық далаға. Бізге қазір не керек? Пустыня тауып қарайықшы. Бір нормальный бір пустыня болсын. Сонан даңыздар іздеп қарайық. Бүгінгі серия соған арнайық. Енді қазір біз дейтін қайда барамыз? Айтқандай даңыз дедік қой. Қайта бір сөзді қайталай бердім. Так, енді мынаяқта енді не істеп жатқан жоқпын, пока что дамытып жатқан жоқпын бәрін. Мынау что-то спавнить етті мында. Ертең оседлайт етіп аламыз. Мынаяқта пока что мынандайлар көп. Бұйырса мен дейтін Марионың несін жасайтын шығармын. Артын сонда арнаймын. Ол дейтін енді болашақта болады. Біз қазір пустыня іздейік. Пустыня бізге керек. Ол не үшін керек десеңіздер, бұйырса біз дейтін ана үйден басқа да үйлер саламын өзіме. Сосын ана үйді жайлап адамдарға беремін. Или қазір бүгінгі серияда көшеміз, не істейміз? Көшейікші, сөйтейікші. Енді мына серияны мен дейтін не істеген жоқпын, геймплан ойластырған жоқпын. Сондықтан достар, геймплансыз бастап кеттім сіздер үшін. Енді видео көп шықпай кеткен сияқты. Сондағы бір күн шықпағаны. Бірақ менің ойымша көп шыққан жоқ видео. Жаным жай тапқан жоқ. Солай айтсақ та болады. Видеоны түсіргім беріп, кәдімгідей ұмтылдым сіздерге көрсетейін деп. Қазір бүгінгі серияны енді пустыняға бармаймын мен. Пустыня қазір нудно болып кетеді слишком. Қазір біз көшеміз, үйімізге оформить етейік, үйімізді былай. Қазір мынаны бәрін салып кетейік. Сосын жайлап қазір бізге топор керек болады. Топорды так былай салып кетейік. Тұра берші қылышымыз. Енді жайлап нелер жинай берейік, заттарды. Бір-бірден енді жоғалып кетпесе, енді сервер емес қой жоғалып кететін. Сондықтан қорықпауға да болады. Қазір пешті дейтін бұзып аламын да сіздерге OTDO қалай жасайтынын көрсетемін. Ал бірінші қазір көшейік біз. Тағы да достар, не айта кетейін, алдындағы серияларда айтқандай стрим жасайын ба, жасамай ма, бірақ маған стрим жасау қиын болады сияқты. Былай ойлап көрдім, кішкене ойландым. Ол кішкене қиын болатын секілді деп ойладым. Енді қазір бізге нелер сияды? Так, былай бұзып тек. Сыймай қалау деймін, сыймай қалды. Енді жайлап апарай берейік. Мұнда қатып жатыр. Ана нелер тұрғасын сияқты. Предметті тұрғасын қатырып жатқан сияқты. Қазір анда жайлап салайық та, сосын үйімізді оформить етейік. Жайлап дизайн жасайық үйімізге. Былай оны қалай жасаймыз қазір? Ойланып көру керек. Так, былай. Бәрін салып тастайық. Бәрін бірге қалай салып тастайық? Белгісіз. Былай енді жайлап былай да салуға болады. Маған ештеңе етпес ол. Так, енді жайлап бәрін салып тастайық. Қазір енді бізге дейтін не керек болады? Короче, нелер керек? Кожаный не бар ғой, андай рамка ма, соны керек болады. Қазір үйге оформить ету үшін. Ол дейтін қазір неге барады? Ол дейтін қазір мынандай затқа барады. Так, ойластырып көрейік. Так. Ойластырып көрейік деймін. Короче, не бар ғой? Диван бар ғой. Диван сияқты екі жағына салып қоюға болады. Бірақ енді былай, мысалы 3 блоктар істейді ғой. Сондай сияқты да істеуге болады. Былай енді дизайн үшін екі жағына салып қояйын деп тұрмын. Так, енді кеш батып кетті, кішкене ұйықтап алайық, жайлап. Так, қатып жатыр ойын. Мынаны бәрін жинап алайық. Дүң, нормально. Дауысы шықты енді.
менің армандаған дауысым түк дейтін дауыстар шықты. Өте керемет. Енді ұйықтап алайық жайлап, кештеп атқан. Енді қысқа ана Қайраттың үйін босатып берейік. Қайтеді қақсалады бізге. Босат деп үйімді. Гүлнар деп бекер айттым мен, жалпы бар ғой. Қайрат екен ғой құрсын. Бәрі енді бірдей түрлері. Айыра алмайсың қасқаларды. Енді не істеймін онда қасқаларға? Ренжіп қалды. Енді көшу керек. Так. Что-то медлить етпесең өйтіп, бай секіріп шығайық. Қатып жатыр ойын дейтін, жаман қатып жатыр. Оны келесі бөлімдерде шешемін. Нешінші серия олай кетпетін, шешем деп әлі шешкен жоқпын. Так. Сразу салып тастауға болмайды, өкінішке орай, бірақ қиын болып тұр сол жағы. Сразу салып тастауға болатыны болмайтыны, яғни бұлай қазір тез зүк етіп бәрін істеп шығатын едім, бірақ өкінішке орай олай болмайды. Так, енді тағы да не керек қой бізге? Уже былай істейік қазір. Бізге лестница керек болады о жағынан. Короче, мына жерге қоя тұрайын пока что, достар. Просто мына дейтін геймплансыз ойын болған. Қазір бірінші айтқандай үйді оформить етіп шығамын. Содан кейін серияны аяқтаймыз. Өкінішке орай серияны аяқтауға тура келеді. Ал келесі бөлімдерде мен дейтін бәрін ретімен салып дайын отыратын болам. Сосын келесі сериалда мүмкін нені дамытатын боламыз, деревнямызды. Нешінші сериал ол айтып кеттім былай. Енді бұны көре жатамыз. Енді видеодан тыс істеп қоймасам, бірақ енді контент үшін істеуге тура келеді. Өйткені сіздерге қызық болады оның бәрі. Енді мен бәрін видеодан тыс істей берсем, кімге қызық болады? Үйді қалай салдың анау деп жатсаңыздар, достар, айтқандай комментария жазып жіберіңіздер. Тағы да қайталаймын. Оның бәрін мен қараймын, бағалаймын. Ештеңені жіберіп қоймаймын, бірақ өйткені мен өте активнымын. Қайта 5 минут сайын ютубта қараймын. Қандай комментария келді, қандай заттар келді деп қайта қарай беремін. Сондықтан достар, ұялмай жібере беріңіздер. Так, енді бізге енді намбыз болатын нәрсе жоқ қой, қасқа аплом болды. Так, енді астынан қарайық, мұнда не бар екен? Мұнда железо қолында бар жалпы. Енді бізге ағаш керек қой. Так, намбыз олайық былай. Қасқа үйінде не істеп кеттік қой, пештермен. Так, қолма шешіп өтеп. Так, нормально жиналайық. Енді кеттік. Шөре серияны аяқтаймын қазір. Ал сіздермен бірге болған мен Марио, достар. Келесі бөлімдерде кездескенше қош сау болыңыздар.